Сәлем достар, енді мен блины жасамайтын боламын, тек қана осы тағамды жасаймын. Біреулер блины дейді, біреулер таңғы ас дейді, кім қалай деп атайды, өз еріктеріңіз. Бірақ бұл деген енді керемет дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып аламыз, венчиктің көмегімен араластырамыз барлығын. Үстіне 1,5 стакан сүт құямыз, тағы араластырамыз. 1,5 стакан су құйып, тағы да араластырамыз. 1 ас қасық қант, 1 шай қасық дрожжи, 1/2 шай қасық сода саламыз. Барлығын араластырамыз. 3,5 стакан ұн саламыз, барлығын бірден сала салыңыздар. 1/2 шай қасық тұз саламыз. Енді барлығы біркелкі қоймалжың масса болғанға дейін араластырып шығамыз. Осындай масса шығу керек. Бетін жауып 1/2 сағатқа қойып қоямыз. Енді ішіне салатын заттарды турап аламыз. Қызанақтарымызды ұсақтап 4 бұрыштап турап аламыз. Достар, егерде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда көп рецепттер болады. Кез келген ас көкті алып тураймыз. Менде мына жерде жасыл сарымсақ және петрушка. Бұны да ұсақтап турап аламыз. 160 грамм сырды үккіштен өткіземіз. Жәнегі массамызға бір заттан салып, араластырып отырамыз. Бірінші ірімшікті салып араластырып алдым. Дәл солай қызанақты да салып араластырып аламын. Және ас көкті де салып, біркелкі болғанға дейін барлығын жақсылап араластырып аламын. Қызып тұрған табаға біраз сұйық май құямын. Шыққан қамырдан бірнеше ожау құйып, табанның бойымен барлығын жұқа қылып жайып шығамын. Қақпағын жауып 2-3 минут пісіріп аламыз. Асты осылай қызарғаннан кейін үстіне бірнеше тамшы май құйып, тағы да жағып шығамын да, екінші жағына аударамын. Екінші жағында 2-3 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Осылай қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шығады. Өте дәмді, әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.